балалар, бүгінгі сабағымызға қош келіпсіздер, жайғасып отырсаңыздар болады. Сабағымызды бастамас бұрын кубик әріпіне салып, бүгінгі сабағымызды көңілді бастайық. Кәнеге қыздар сіздерден бастайық. Ортаға тастаңыздар. Құшақтарыңыздар дейді. Бір-бірлеріңізді құшақтарыңыздар. Бір-бірлеріңізді құшақтарыңыздар. Отырған кезде құшақтай беріңіздер. Келесі екінші топ сіздерге тастайық. Не дейді екен? Тілек айтыңыздар дейді. Топтарға тілек айтыңыздар. Бүгінгі сабағымызда алып шығуына тілектеспін. Тілектеспін. Тамаша. Күндерімізде не тілейміз? Сәттілік, тілек. Тамаша оқушылар, енді біз топқа бөлінетін боламыз. Қазір барлықтарыңыз мұғалімнің үстеліне келіп, мына жерде өздеріңізге ұнаған белгідегі таңбаларды таңдап топтарға отырсаңыздар болады. Келіңіздер. Бәйтерек белгісін алған одан кейін бейбітшілік сарайы, яғни пирамиданы алған оқушылар екінші топқа келіп отырады. Топқа барып отырады екен. Жылдамдарды жайғаса қояйық. Оқушылар, сонымен біз енді алдыңғы бөлімде еске түсіру мақсатында екі дұрыс және бір қате деген геймификациялық презентация бойынша қазір ойын ойнап алдыңғы бөлімді еске түсіретін боламыз. Тақтаға кім бастайды? Келіңіз. Бастауды басыңыз. Тағы да бірінші. Сұрақты оқыңыз. Қазақстан Республика күні қашан атап өтіледі? 25 қазан. Жауап бізде дұрыс екен. Келесі. Келіңіз. Сұрақты оқыңыз. Республика күні қандай оқиғаға арналады? 90. Бұның үстінде. Яғни жауап дұрыс. 1990 жылы Қазақстанның егемендігі туралы нені қабылдады? Декларация қабылдады. Тамаша, келді тақтаға аударамыз. Мына жердегі сіздер суреттен қандай оқиғаларды көріп тұрсыздар, немесе немен байланыстыруға болады? Бірінші суретке қараңыздар. Бұл мұнай өндірісі. Тамаша, екінші бейбітшілік, үшінші парақорлық, сыбайлас жемқорлық, тағы да мына жерде диаграммалар. Бұл нені білдіруі мүмкін? Деулерді білдіруі мүмкін. Яғни енді термин сөздерге қараңыз. Жекешелендіру, модернизация, фирма, кәсіпкер, менеджмент, экспорт, импорт, шағын және орта кәсіп инвестиция. Яғни бүгінгі біздің сабағымыз тақырыбы не туралы болады? Қазақстан туралы, Қазақстанның экономикасы туралы. Яғни Қазақстанның қандай кездегі КСРО одағы құрамында болған кездегі ме, әлде тәуелсіздік алған кездегі? Тәуелсіздік алған кездегі екен. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы Қазақстанның экономикалық дамуы. Яғни біздің зерттеу сұрағымыз неліктен нарықтық экономикаға көшу барысында қиыншылықтар орын алды. Яғни оқуымыздың мақсаты 9-4-1-3 Қазақстан Республикасындағы жекешелендіру процесінің экономикалық ықпалын талдау, 9-4-2-2 нарықтық экономиканың өндірістік қатынастарға әсерін талдау. Одан кейін тақтадағы берілген слайд арқылы қатемен жұмыс жасайтын жұмыс жасаңыздар. Терминдерді. Келесі. Біріктіріңіздер. Қай термин қай немен сәйкес келеді? Енді үшінші топ сіздерге терминдер. Мынаны біріктіріп, терминді анықтамасымен сәйкестендіреміз. Бастаңыздар. Үшінші топтың бір оқушысы екіншіге беріңіз, екіншінің бір оқушысы үшінші топқа барыңыз. Дәл сол сияқты бірінші топтың оқушысы бірінші топ Нөледен кетті, екінші топқа келіңіз. Ағында сіз бірінші топқа барыңыздар, қатемен жұмыстарын қарап жүріңіздер. Біз барып жүрміз. Ақшаның құнсыздануы, кадр тексеріп шығамыз, үшінші топ студенттерде бәрі дұрыс екен. Тамаша, одан қараңыздар. Бәрі сақтаңыздар отырамыз. Бірінші топтан оқысыңыздар. Бірінші топ инфляция дегеніміз не? Ақшаның құнсыздануы, баға.
ақшаның құнсыздануы. Ол ақшаның құнсыздануы бізде инфляция. Ал баға дегеніміз бұл не? Заттың құны. Жекешелендіру бұл не? Жеке меншік экономикалық дағдарыс бұл не бұл? Енді балалар, сіздер алдында топқа бөлінген кезде сіздерге қараңыздар. Сол топқа бөлінген парақтың артына қарасаңыздар, бағалау парақтары берілген. Яғни осы бағалау парағы бойынша біз бүгін 4 тапсырма орындайтын боламыз. Енді тапсырма орындамас бұрын барлықтарыңызға мен қазір бір альбом парақшаларын беріп шығамын, және де видео көрсететін боламыз. Бейне көріністі көргеннен кейін балалар сіздер мына айпадтағы 2 сұраққа жауап бересіздер. Яғни бұл біріншісі экономикалық дағдарыстың 3 себебі, екінші экономикалық дағдарыстың 3 салдары. Түсінікті ғой? Және де бағалау парақшасындағы берілген бірінші тапсырмаға қараңыздар. Бөліп алыңыздар. Айпад әдісі бейне. Аха, солай. Сіздерге кішкене машина. Осы параққа жазам. Осы параққа жазам. Аха, сіздер де өздеріңізге бөліп алыңыздар бір-бірден. Енді көрініске аударамыз. Бейне көріністі көру барысында қолдарыңыздағы айпад парақшаларын қолдансаңыздар болады. Өз тәуелсіздігін алғаннан кейін Қазақстанның экономикалық даму жағдайы қандай болды? Қазақстан Республикасының үкіметі дағдарысқа қарсы қандай шаралар қолданды? Қазақстан не себепті жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшуге бағытталды? 90-шы жылдардың бірінші жартысында КСРО отырып, Қазақстан да барлық мемлекеттер сияқты дағдарысты бастан кешірді. Ресей Федерациясы және басқа республикалармен экономикалық байланыстар үзілді. Елде инфляция өрши түсті. Өнеркәсіп шегіне жетіп құлдырады. Көмір мен электроэнергия өндірісі күрт төмендеді. 90-шы жұмысымызды аяқтасақ, сұрақтарға жауап берейік. Экономикалық дағдарыстың 3 себебі. Атайықшы, Алып-сатарлар парақорлық, экономика өріс алуы, жұрт бірнеше ай бойы сұрақтарын алмауы, дүкендерде азық-түлік пен тұрмысқа қажетті тауарлар тапшылығы байқалуы. Енді бұл сіздің айтып отырғаныңыз себеп пе, салдар ма? Азық-түліктің аз болуы, бұл салдарға да ал енді себептерді атайықшы. Кәдімгі айту үшін барлығы мақсат қойылып, тек қана шешімді ғана орындап отырған мемлекет үшін басқа нарықтық экономикаға көшу барысында экономиканың дағдарысқа ұшырауы бұл дәлелді ма? Дәлелді, иә? Яғни бірінші себеп бұл КСРО-дан бөлініп шығуымыз. Екінші себеп инфляцияның көтерілуі. Яғни ақшаның құнсыздануы. Тәуелсіздік алғаннан кейін біздің ең бірінші шешіміміз не болды? Рубльдан теңгеге ауысуымыз. Сол кезде көптеген адамдардың өздерінің жинақтаған ақшаларының теңгеге айырбастау барысында олардың аз мөлшерде болуы және келген тауарлардың қымбат мөлшерде сатылуы бұл кәдімгідей елдің жағдайын не істеді бізде? Жоқ. Елді экономикалық дұрыс айтасыздар. Енді осы ситуациялардан барып біз енді салдарды анықтайық. Бұл бірінші қандай жүйенің енгізілуі ақша жоқ болған кездегі жекешелендірді. Нені жекешелендірді? Кәсіпорындар мен өнеркәсіптерді жекешелендірді. Тамаша. Екінші? Салдар ма? Салдар. Жалақы алмады. Жалақылары, зейнетақылары және әлеуметтік көмектер енгізілген жоқ, уақытылы берілген жоқ екен. Сонда Қазақстан алғашқы тәуелсіздік алған кезде дағдарысқа, экономикалық дағдарысқа ұшырауының себебі түсінікті ғой балалар? Тамаша, ондай болатын болса, бағалау парақтарыңыздағы барлықтарыңыз 3 балды өздеріңізге белгілеп қойсаңыздар болады. Бағалау парақтары. Белгілеңіздер, аты жөндеріңіздер. Балалар, яғни сіздер бірінші жеке жұмыс айпад әдісі бойынша экономикалық дағдарыстың себептері мен салдарын анықтадыңыздар. Енді назарларыңызды сұрақтарға аударыңыздар. Кішкене осы сабақ бойынша түсіндірме жұмысын өткізіп өтейік. Қараңыздар, экономикалық дағдарыстан шығу үшін төмендегідей заңдар мен нормативтік актілерді қабылдаған болады. Бұл бірінші Қазақстан Республикасындағы меншік туралы заңның қабылдануы. Екінші инвесторлар, яғни бұл дегеніміз кімдерді тарту? Шетелдік? Тамаша, шетелдік инвесторларды тарту. Үшінші, Қазақстан Республикасындағы сервисті дамыту шаруашылықтың бұл дегеніміз
кіші кәсіпкерлерге, үлкен кәсіпкерлерге, өнеркәсіп орындары мен кіші бизнестерді неге беру? Жалға және жекеменшікке беру болып табылады екен. Осы жерде таратылымдар жоспарлы экономика мен нарықтық экономиканың белгілері шатастырылып берілген. Енді бұның дұрыс жауабын анықтау үшін жебедегі үлестіру мен парақты шешіп, осы жердегі кестені жүппен бірге толтырамыз. Түсінікті ғой балалар, бастаңыздар. Жұмыстың уақыты аяқталды. Енді оны тексеру үшін балалар бір-бірімізбен жұмыс парақтарымызды жұптармен алмасамыз. Кәдімгі алмасыңыздар, бір-бірлеріңізбен жұмыс парақтарымызды алмасыңыздар. Алмасыңыздар. Сіздерсің былай алыңыздар. Ана топ, шұқыстап алмасыңыздарға, тамаша, енді дұрыс жауабымен тақтаға шығаратын жұмыс парақтарын тексеріп, белгілерін, қателіктерін тексеріп отырыңыздар тақтадан. Нұреди? Тексеріңіздер. Нарықтық экономика жеке меншікті болуы, бағаның еркін болуы, жұмыс парағын тексереміздар. Бағалау парағына қараңыздар. Бағалау парағында жұптық жұмыс үшін бізде қанша балл берілген? Қараңыздар, 2 балл берілген. Яғни жоспарлы экономиканың 3 дұрыс жауабы бар болса 1 балл бересіздер, нарықтық экономиканың 3 дұрыс жауабы бар болса 1 балл бересіздер. Қойсыңыздар. Келесі орындайтын тапсырмамыз бұл бізде топтық жұмыс. Яғни жасанды интеллект ChatGPT-дің көмегімен және мен сіздерге беретін мәтіндік яғни ақпараттың 4 дерек көзін беремін. А, Б, С, Д. Осы дерек көздерді және жасанды интеллект ChatGPT-ді қолдана отырып сіздер менталды карта жасайсыздар. Мен сіздерге осы бағалау критерий мен дескрипторлары берілген мәтіндік ақпараттарды қосымша беремін және телефонды топтық жұмыс барысында қолдансаңыздар болады. Түсінікті ғой? Тамаша. Тақтаға қарап, шаттырмаларыңызды жазып әкеліңіздер болады. Көп деректіңізді және 2 тапсырмаңызды. Топтық жұмыстың орындалу уақыты аяқталды балалар. Енді қорғау жұмысына көшетін болайық. Сонымен 3 топта аяқтадыңыздар ма жұмыстарыңызды? Тамаша. Екінші топ келіңіздер қорғауға. Сонымен тапсырмалар тастып шабысыздар. Екінші топ сіздердің тапсырмаларыңыз? Қазақстанның нарықтық экономикаға көшуі және жекешелендіру. Жекешелендірудің негізгі себептері жалпы 3 түрге бөлінеді. Мемлекеттік сектордың тиімсіздігі. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін мемлекеттік кәсіпорындар көпшілігі тиімсіз жұмыс істеп, үкіметке үлкен қаражат алып келді. Екіншісі, кәсіпкерлікті дамыту қажеттілігі. Жеке кәсіпкерлер мен бизнес құрылымдарын қалыптастыру арқылы экономиканы тұрақтандыруға қажет болды. Тұрақтандыру қажет болды дейді. Және соңғы үшіншісі нарықтық қатынасқа бейімделу болды. Нарықтық қатынастарға бейімделу. Тамаша, келесі жекешелендірудің кезеңдері көрсетіңіздер. Жекешелендіру кезеңдері 1991-1992 жылдары кіші бизнесті жекешелендіру. Бұл бірінші кезең болған. Екінші кезең болса 1992-1993 жылдары орта және ірі кәсіпорындарды жекешелендіру. Екінші кезеңде жүргізілген іс бағдарлама жоғары кеңестің сессиясында мақұлданып, президенттің жарлығымен бекітілген болды. Үшінші кезең болса 1993-1995 жылдар аралығында ұлттық жекешелендіру бағдарламасын енгізу болған. Бұл бағдарлама осыған байланысты көптеген жаңа заңдар реформаны жүзеге асыруға басқа да құжаттар қабылданды. Нарықтық экономикаға көшу мәселелерімен айналысатын жаңа мемлекеттік басқару органдары құрылған. Органдары құрылған болады. Яғни бұл жекешелендірудің 3 кезең. 3 кезең екен. Келесі бізде жекешелендірудің нәтижелері туралы айтады екенбіз. Жекешелендіру нәтижелері. Жекешелендірудің жағымды және жағымсыз жақтары болды. Жағымды жақтары. Жеке меншік секторы қалыптастырды. Нарықтық экономиканың негізі қалыптастырды. Және шетелдік инвестицияларды тартты. Яғни бұл өнеркәсіптердің жұмыс жасауы үшін жасалынған қадамдар ретінде. Келесі жекешелендіру кезінде кем-кемшіліктер. Стратегиялық кәсіпорындар әжбетсіз жекешелендірді. Ірі монополиялық
кәсіпорындар қалыптасты. Шетелдік инвестицияларға инвесторларға маңызды түстер салынды. Сасылды. Қазақстанның жекешелендіру нарықтық экономикаға қосылу алғашқы қадам ретінде қолданды. Себебі бұл мемлекет игілігіндегі тиімсіз кәсіпорындар құтылып, жеке меншік сектор дамытудың негізгі жолы болған еді. Тамаша. Бірақ жекешелендірудің әділетсіздігі мен стратегиялық кәсіпорындардың шетелдік инвесторларға сатылу реформаның кері әсерлеріне алып келді. Сіздердің тапсырмаларыңыз қандай еді? Дүниежүзілік сауда ұйымына кірудегі Қазақстанның экономикасына әсер етті. Товарымызды жағын атап кететін болсақ, бірінші ол бізде сауда кеңістігінің кеңеюі, ал екіншісі ол инфляция деңгейінің төмендеуі, үшіншісі шетелдік сапалы тауарларға қолжетімділік, төртіншісі ол бізде отандық өнімнің бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру. Жалғыз шарттарына келетін болсақ, біріншісі отандық кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігі, екіншісі ауыл шаруашылығының қаупі, және де экспорт шығындарының жоғары болуы, төртіншісі жергілікті өндіріс орындарының жабылуы. Тамаша. Келетін болсақ, дүниежүзілік сауда ұйымы Қазақстанға кіруге аралас әсер берді. Жағымды жағына мысалы халықаралық нарыққа шықты және инфляцияның төмендеуі. Ал жағымсыз жақтарында кәсіпорындардың әлсіздігі және ауыл шаруашылығының зардап шегуі. Сонымен топта сіздер бағалау жұмыстарыңызға менің кері байланысты ретінде бірінші топ сіздер берілген 4 дерек көзі бойынша 2 құндылықты дұрыс анықтай алып, оған бағалау бердіңіздер. Енді екінші топ сіздер өздеріңізге берілген сұраққа қатысты дерек көзді таңдап, осы жерде Қазақстанның нарықтық экономикаға көшу кезіндегі жекешелендіру ұғымына толық түсініктеме бердіңіздер. Яғни бұл сіздер үшін жаңағы 3 балдың алуына мүмкіндіктеріңіз. Келесі үшінші топ сіздерде өздеріңізге берілген дерек көз, яғни дүниежүзілік сауда ұйымының мәтінін ала отырып, осы дүниежүзілік сауда ұйымына кіру кезінде Қазақстанның экономикасына әсер еткен жағымды, жағымсыз жақтары дұрыс 2 дәлелменен және 4 дәйек арқылы көрсету арқылы сіздер жұмыстарыңызды жақсы қорытындыладыңыздар. Барлықтарыңыз бағалау парақтарыңыздағы топтық жұмыстарыңыздың балдарына 3 балдан қойсаңыздар болады. Сабағымызды қорытындылау кезде біздің соңғы тапсырмамыз маңыздылық пирамидасы. Немесе біз осы маңыздылық пирамидасын өзіміздің ұлттық баспанамыз киіз үйдің, яғни белгілері арқылы 6 түрлі түсті киіз үйдің қазір мен сіздерге беріп отырамын. Осы жерге маңызды болған 6 оқиғаны жазып шығыңыздар. Яғни әр топқа 2 шаңырақтан 2 киіз үйден беретін боламын. Сонымен балалар аяқтаса, мен қазір мына кубикті тастау арқылы ортаға киіз үйдің түсін таңдаймыз. Сіздер сол жердегі берілген жауапты маған айтатын боласыздар. Сонымен жасыл түсті шаңырақ киіз үй түсті. Сонымен жасыл түсті шаңырақ киіз үй бар. Қай топқа түсті? Жасыл үшінші топ сіздерге түсті. Яғни экономиканы тұрақтандыру үшін Қазақстанның жасаған бір шарасын айтыңыз. Қаржы несие салаларын реформалау. Қаржы несие салаларын реформалау. Тамаша, керемет шара. Келесі тастарлықтарыңыз, бағалау парақтарыңызға 2 балдан белгілеп шықсаңыздар болады. Тамаша. Сонымен балалар бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, сабағымыздың алғашқы тақырыбына келейік. Яғни тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы Қазақстанның экономикалық дамуы. Мақсатымыз Қазақстан Республикасындағы жекешелендіру процесінің экономикалық ықпалын біз бүгін талдадық. Нарықтық экономиканың өндірістік қатынастарға әсерін талдадық. Мен 10-дан 10 балл алдым. Өте жақсы. Мен үшін құнды ақпарат ол Қазақстан жоспарлы экономикада нарықтық экономикаға ауысқаны болды. Тамаша. Мен қаламда шыққан бұл сабақта 10-дан 10 балл алдым. Тамаша. Маған бұл сабақ ондай қиыншылықтар әкелмеді. Маған бұл сабақта ең құнды болған тақырып ол Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіргені болды. Мен Мекке Ғайдана және мен 10-дан 10 балл алдым. Құндылықтарға келетін болсақ, маған тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы Қазақстанның экономикасының дамуы өте қатты қызықты болды. Өте жақсы. Мен осы сабақта 10-дан 9 балл алдым. Бұл сабақта маған құнды болған мәлімет Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кірудегі жақсы жағдайы. Тамаша оқушылар, яғни бүгінгі сабағымыз бойынша біз Қазақстанның тәуелсіздік алған кездегі, алғашқы кездегі экономикалық жағдай туралы білдік, жоспарлы экономикада нарықтық экономикаға көшкендігі туралы білдік,
және осы тұста экономикаға әсер еткен жағымды жағымсыз тұстары жайлы қорытындылап кеткен болатынбыз. Сабақ өте жақсы жасалынды. Барлық бағалау жұмыстарымен танысатын боламын. Рахмет, қош сау болыңыздар.